екі жақтың келісімімен тіркелген некелік құжатты айтамыз. Төлқұжатын дейміз. Яғни отбасының қағидалары, міндеттері, құқықтары бар. Ендігі кезекте топтық жұмысқа көшейік. Модульдеу әдісі арқылы ерлі-зайыптылар, неке шарты, туысқандар. Яғни осы үш шеңберді жұмысты жаңа орындаймыз. Ерлі-зайыптылардың мақсаты не, міндеті не, неке шарты қандай жағдайда тоқтайды, неке шарты кімнің келісіммен болады, туысқандардың арасындағы қатынастар туралы постер қорғаймыз. Алдарына плакат берілді. Шеңбер сызып аламыз. Міндеттерін, мақсаттарын топтап отырып қалай ат салып отырамыз, топтар. Әркім өз ойларын айтып отыр. Кезек-кезек жазып отырмыз. Модульдеу әдісі арқылы ерлі-зайыптылар, неке шарты, туысқандар. Яғни үшеуінің айырмашылықтарын, құқықтарын, міндеттерін, неке шарты, туысқандар. 5 минут уақыт беріледі. Жылдан қатар болғанымыз сол шапалақтан тапсырмамыз қорғайды. Ерлі-зайыпты кімге қатаймыз? Екі жоқтың. Бір ат салып жаз. Екі адам. Tuğuskanlar da geldi. Tuğuskanların mağarasını aşıp çalmalıyız. Tuğuskanlar geldi. Kimdir?
яғни осы 3 бағанның ішінен топтың атауын шығаруымыз керек, иә? Өздерінің топтардың аты бақытты отбасы. Бірінші топ, екінші топ бақыт мекені. Берік шаңырақ. Topladıktan sudan da ата соғып қарауға болады. Нажарына барып жаза берсеңіз болады. Тегізат қарап отпаймыз. Sudan da topladıktan екінші топ болсын. Дайындалып қойды. Біздің тобымыздың аты бақытты отбасы. Бірінші ерлі-зайыптылар. Ерлі-зайыптылар дегеніміз мемлекет және ата-ананың алдынан өтіп, екі жақ келісімімен болатын заңды неке. Ерлі-зайыптылардың міндеті өз некелеріне адал болып, ұрыс-керістен сүрінбей өтіп, өз балаларына жақсы тәлім-тәрбие беріп, жақсы ата-ана болуы керек деп ойлаймын. Неке шартының тоқтауына түрлі себептер болуы мүмкін. Олардың бірі түрлі ұрыс-керіс. Кейін бір оқыс дүниеден өтсе, немесе жоғалып, немесе жоқтайды. Тоқтайды болғанда? Тоқтайды. Неке шарты тоқтайды дейді. Туысқандар дегеніміз бір-біріне немесе ортақ атадан тарайтын тұлғалардың қандық байланысы және ортақ баладан туысы болып саналады. Яғни туысқандар деген бір атадан тараған бір қан. яғни ол туысқандарға кімдер жатады? Арай ашып айтайық.
ағалы інілер, апалы сіңілілер, Балалар, яғни туысқандар бір отбасында тұру бір шарт емес. Естігеннен кейін әрқайсының өз отбасы, бала-шағасы жалғасып кетеді. жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Беріп шаңырады. Түш. Ерлі-зайыптылар екі адамның заңдық құжатты түрде жеке құруы, отбасындағы ерлі-зайыптылардың теңдігі. Неке шарты некеге тұруы ер мен әйелдің өзара келісімімен олардың неке жасы 18-ге толуы негізінде жүзеге асады. Некені тоқтату ерлі-зайыптылардың неке және Жүктік құжаттар қатынастарын татулығы некені тоқтату деп түсіндіріледі. Отбасы ішінде отбасы ішіндегі мәселелерді отбасы ішіндегі мәселелерге туысқандардың әдетінің араласпауы, туысқандардың неке үшін атсалысуы, туысқандар ортақ бала үшін қандас болып табылады. Тағы алып құталарың бар ма? Ерлі-зайыптылар олардың өздерінің жеке құқықтары болады. Ерлі-зайыптылардың жеке құқықтары болады. Мысалы, некені бұзу, некені құру деген Екі жақтың келісімінен болады, яғни 18-ге толған азамат, азаматшаның санасымен құрылады. құқықтай болады екі жақтың. Дұрыс жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Енді топ арасындағы алау топ әдісі бойынша бірінші топ, екінші топқа баға береміз. Яғни егерде сендерге бірінші топтың бақытты отбасының жауабы ұнаса, жүрекші арқылы тақтада тұр. Екінші топтың жауабы ұнаса, өздеріңіз бағаларыңыз беріңіздер. Жеке-жеке бағаларыңыз беріңіздер. Сұрақтарыңыз болса сұрағым бар деңіз, өзіме түртіп алдым. Егерде тағы да өздеріңізге білмеген жерлеріңіз болса, маған түртіп алдым деген белгіні көрсетеміз. Жазбай қойыңыздар. Жүрекше болса, жүрекшені көрсетеміз. Яғни екі жақта бір-біріне жүрекше көрсетілді. Дұрыс жарайсыңдар. Енді топқа атсалысып, барлығымыз қатыстық. Өзімізді мына жерде бағалап өтейік. Бағамызды белгілеп отырайық. Бағалау. Жеке куәлікке бағалауымызды ұмытпай бағалап отырайық. Екінші тапсырмамыз жұптық жұмыс. Жұптық жұмыс, яғни салт дәстүрлер. Асар, жылу, қонақкәде, ерулік деген төрт сөздің қазіргі қолдану аясы қандай мағынасын жазамыз. Яғни туысқандар арасында қандай жағдайда қолданылады? Айтпаймыз, жазамыз қазір мен сіздерге алдарыңа жұптық жұмыс. Тоқанмен кестеге қолдану аясы қандай? Асар дегеннің мағынасы, жылу, қонақкәде, ерулік. Салт дәстүрлерді дескрипторларынан беріп отырамыз. Астында дескрипторлары тұр. Салт дәстүрлерге қолдану аясы қазіргі таңда қолданыла ма? Мағынасы қандай?
Kıptas oturacağız. Aha. Üç minut vakitlerim var. Karabat'ta ya, Beyzat, Turgut. Sen baskasını yazabilirsin. Жұртожымыз екі балмен бағаланады. Жалпыға салт дәстүрлерді білеміз бе? Барлығын біледі деп ойлаймын. Өйткені жылу деген бұл әдет құрып салт дәстүр ол жылу беру деген ол бала шағаға ол басқа мағынада. Жылу деген салт дәстүр әдет құрып. Ерулік деген şey ерулік. Ерулік деген. Содан да Ата тұрғын. Содан шығады. Содан Doğan stol şapalaktayım. Çokan Turgut. Kaça oğul seyreder? Yok. Adet kurup. Buradan boğay. Buradan. Şanlı cazlara yüz yüzüne gelmesine. Aha. Bir dakika.
студенттер асар. Яғни асар дегеніміз туыстар немесе ағайындарын көршілерін шақырып көмек беру асар деп айтылады. Жол дегеніміз дәстүрлі қазақ қоғамындағы дүлей апаттардың өрт, су, тасқын және тағы да басқа кесірінен ауыр жағдайға душар болған жандарға көрсетілетін жәрдем орындары. Яғни жылу жинағы. Қонақ кәде дегеніміз егер сынақ қонақтар ән салу немесе музыкалық аспаптардан ойнап беруін сұрау дәстүрі. Ерулік дегеніміз егер ауылға біреу жаңадан көшіп келсе, оларды көршілері ерулікке, яғни қонаққа шақырады. Дұрыс жарайсыңдар. Өздеріңді екі ойынды белгілеп қойыңдар куәліктеріне. Галия. Асар, бұл ауылдық жерлерде қолданылады. Мысалы жайында көмек қажет, көп үлкен көмек қажет болса, інілерімді ағайын-туысымды шақырып, асарлатып, соны білдіруге тырысамын. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы дүлей апаттың кесірінен ауыр жағдайға душар болған жандарға көрсетілетін жәрдем түрі. Қонақ кәде дегеніміз үй иесінің қонақтан ән салуды немесе музыкалық аспапта ойнап беруін сұрау. Ерулік, жаңа көшіп келген адамды өзінің үйіне күтіп, танысу, сырласу. Дұрыс жарайсыңдар. Ең алдымен өздеріңді жеке куәліктерге бағаларды жазып қойды. Ал Наз Мирлан тұра қойды. Асар, ол ауылдық жағдайда болады, бір-біріне андай көмекке шақыруы, көмектесуі, отбасылық жағдайда жылулық, туысқандардың екі жаққа несе көмек беруі, Қандай жағдайда көмек беру мысалға? апайықта, Яғни жылулық жинайды. Қонақ кәде дегеніміз егер қонақ немесе қонақ келгенде өзінің қонаққа немесе қонақ келгенде өзінің кәдесін беріп сый ету, яғни өнер көрсетіп қонақ кәдесін береді. Ерулік дегеніміз жаңадан көшіп келген көшелерге ерулік деп көмектесу. Дұрыс жарайсыңдар. Жеке куәліктерге өздерінің екі орнын бағалап қойды. Ақа екі орын. Асар, егер бір көмек шығып қалса, туысқандарыңды, көршілеріңді шақырып, жылу, туысқандар арасында бір-біріне көмектесу, яки қиын жағдайда оған жылу жинап береді. Дұрыс жарайсың. Шоқан. Қонақ кәде дегеніміз аса мәртебелі келген қонаққа қонаған сыйлығын беру. Яғни ол ән салып береді, не болмаса музыкалық аспаптарды ойнап береді. Сол кезде оған сыйлық кәдесін береді. Қонақ кәдесін Ерулік дегеніміз жаңадан көшіп келген адамға көршілері жан-жақтан көмектесуі және оны қонаққа шақыруы. Дұрыс жарайсыңдар. Екі орнын жеке куәліктерге бағалап қойды. Балалар енді дәптерімізді ашайық. Дәптерімізді ашып. Азаматтық неке мен заңды неке арасындағы айырмашылық туралы жазамыз. Азаматтық неке мен заңды неке арасындағы айырмашылық. Сабақтың басында айтылды. Азаматтық неке мен заңды неке. Заңды неке. Жылдамдырдай. Жазда екі оқушы оқиды, қалған дәптерін өзім көріп шығайын. Кейбірі болды ба?
яғни азаматтық неке мен заңды некенің айырмашылығы неде? Bolunur mu? Hadi bakalım. Kadar yavrum. азаматтық неке азаматтық неке Bizim дегеніміз diagramması olacak. ешқандай заңды күші жоқ, тек бірге тұру болып саналады. Азаматтық неке заң мемлекет алдында алатын неке куәлігі бар неке болып саналады. Ал екеуін ұқсастығын, екеуінде де неке және екі адам бірге тұрып бірге бақытты Дұрыс жарайсың. Өзіңді жеке куәлікке екі балды бағалап қойып. Нұрсұлтан болды бір-екі оқушы оқып жіберейік те қалған дәптер көріп жазыламыз. Нені кішкене ашып береміз? Апай мен сомон Аға оқиды жоқ азаматтық неке дегеніміз азаматтық неке заң жүзінде еш күші жоқ, жай өзара некелесу болып бірге тұру болып табылады. Ал заңды неке дегеніміз ол заң жүзінде қорғалатын мемлекеттік құжаттар неке деп аталады. Дұрыс жарайсың. Өзіңді екі балмен бағалап қой. Барлығымыз болып қоямыз тапсырманы. Енді микрофон әдісі арқылы тақтада бізге сұрақ берілген. Сол сұраққа жауап береміз. Білетініміз отбасы дегеніміз не? Микрофонды алып, кезек-кезек жауап бере берейік. Тұрып тұрайық, барлығымыз орнымыздан тұрайық. Отбасы дегеніміз не? ерлі-зайыптылардың бірге некеге тұрып, бірге өмір сүріп, Дұрыс жарайсың отыра ғой. Отбасының негізгі белгілері қандай? Кім айтады? бірге тұру және бір шаңырақ астында бақытты болу, балалы шаңалар. Дұрыс жарайсың. Отбасы мүшелері кімдер? Отбасы мүшелері жауап бермегендер. Шоқан. Отбасы мүшелеріне ерлі-зайыптылар және яғни ер және әйел және ортада бала болса балалар жатады. Және де Яғни ата-апаларымыз. Дұрыс жарайсың. Қазақ халқында туыстық үш тармаққа қалай бөлінді? Қазақ халқында туыстық үш тармаққа қалай бөлінді? Бағана біз. Ерлі-зайыптылар, неке шарты Туысқаны. Дұрыс жарайсың Нұрсұлтан. Ерлі-зайыптылардың негізгі құқықтары мен міндеттері қандай? Мейірлан. Микрофон Мейірланға берейік. Бұдан енді ерлі-зайыптылар Ерлі-зайыптылардың негізгі құқықтары мен міндеттері қандай? Ерлі-зайыптылардың құқықтары екеуі ажырасып кеткен болса, үйленген кездегі бірге жинаған мал мүліктерін екіге бөліп алады, бірге қатысы болса. Ал міндеттері бір-бірін сыйлау, жаңағы ұрмау-соқпау, соталуда деп армауы. Дұрыс жарайсың. Некені тіркеу қалай жүзеге асырылады? Бекзат. Микрофон Бекзатқа берші. Некені тіркеу қалай жүзеге асырылады? Екі жақты келісімге Ақар бөліміне мемлекет алдындағы заңды неке жеке куәлік алу. Дұрыс жарайсың. Балалардың негізгі құқықтары қандай? балалардың құқықтары білім алу. ата-аналарын сыйлап, оларға тәрбие көрсету. Яғни басты құқығымыз біздің не? Білім алу, иә? Қазақ халқында қандай отбасылық салт дәстүрлер бар? Бере ғой, Нұрсұлтан Бекзатқа. Қазақ халқында отбасы салт дәстүрлі екі жігіттің қосу үйленуі ода беташар бесікке салу тұсау кесер
Дұрыс жарайсың. Қазіргі заманның ерекшелігі қандай? Қазіргі заманда. Қазіргі заманда көптеген қыздар көбінесе мақыр алуға, ақша жағынан үйленіп жатыр, ол негізі болмайды. Оның артынан да ажырасуға әкеліп соғып отыр, немесе шын махаббатпен үйленуге. Дұрыс жарайсың. Неке шарты дегеніміз не? Ерлана микрофонды берейікші. неге шарт деген жаңағы екі жұптың заң түрінде некелесуі, Некелесуі. одан кейін анау ұрып соғуға, одан кейін тағы қандай алып қояды. Бөліп алады. Ол мүлікті бөліп алу. Неке шартына дейін, мысалға, ер адамның атында үйі болса, үйленбей тұрып, ол ажырасқан жағдайда бөліске түсе ма? Жоқ, түспейді. Себебі өзінің жеке басына. Жеке басына. Үйленгеннен кейін алса, Егер де екеуі үйленгеннен кейін машина, үй алып жатса, ол ажырасқан жағдайда не істейді? Бөліске түседі. Дұрыс жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Өзінше куәлікке бір балдан жауап беріңдер. Екі сұраққа жауап бергеніміз. Екі бал, неге айтайын? Яғни бүгін қазір сендерге SMS әдісін беремін, кері байланыс сабақтан қандай өздеріне қызықты жерлері астында жазып тұр, өте жақсы түсіндім. Егер де тағы да мен осы тақырыпта білгім келеді. Жазамыз аға, ішіне жазамыз. SMS әдісі арқылы. Өте жақсы түсіндім. Мен сабақты жақсы түсіндім деп тақырыпты әлде яғни білуім керек. Аққарай тағы да білуім керек дейді. Кері байланыс жасайық, бір оқушы оқып. Мен бұл тақырыпты өте жақсы түсіндім. Бұл тақырыптар отбасы құқығын және міндетін толық меңгердім. Дұрыс. Рахмет. Жылдар мақаным жоба. Мен бұл тақырыптан отбасы құқықтарын түсіндім, және де отбасының өзінің міндеттерін түсіндім. Рахмет. Қалған жинақ аласының енді бүгін үй тапсырмасы, яғни отбасы құқығының есі міндеттері мен құқықтары. Осы тақырыпқа қатысты әрқайсымыз үйден бір жағдаятты тапсырма құрастырып келеміз. Келесі сабақта жағдаятты тапсырманы не істейміз? Бір-бірімізге алмасып, жағдаятты шешеміз. Жақсы жарайсыздар балалар, рахмет. Жеке куәлікті маған жинап беріңдер. Бүгін осы алған балаларды класқа қоямын.